бір балуанның бірі осы Мереке Тұрашев. Ақмола Барысы Ақтөбе атысуына соңғы күндері ғана ВАДА рұқсат берді. Яғни спортты мейлінше таза етуге тырысқан бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттіктің бұл қимылына әрине біз соңын аңысын аңдып күткен болатынбыз. Бәрі оң шешілгенде қуанышымыз, өйткені бір облыстан озып тұрып жарысқа қатыса алмай қалса болмай ма? Мереке Тұрашев Ақмола Барысы деген лақап атпен шығуда. 1990 жылы дүниеге келген спортшы қазір осы 4-ші сәуірде биылға тіреп қалды. Мереке Тұрашев қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, Азия чемпионатының күміс жүлдегері 2014 жылға Марат Қойшин, жаттықтырушы Марат Қойшиннің қол астында дәл осы қазақ күресімен айналысады. Оның қарсыласы Дархан Темірханов қазір шілеп отыр. Қызыл белбеулі балуанға бұйырды, яғни Дархан Темірхановтың еншісінде. Бұл азамат қарсыласына қарағанда спорт шебері емес, спорт шеберлігіне үміткер. Айдар Жымбаев есімді бапкердің қол астында жаттығады. 2013 жылға Қазақстан Барысы турниріне қатысушы. Екі балуанда сылбыр күресуде. Мұндай жағдайда жаңаға Дәулетхан Жақып сияқты ескерту алып қалу қаупі өте зор. Сондықтан да екі балуан мейлінше жылдам күресуге тиіс. Және қазір Тұрашев қарсыласын сыртқа шығарып жіберіп, бүк ұпайын иеленді. Екі балуанның да ұпайы қазір теңесті. Бүк ұпайы екеуінде де, яғни итжығыс деген осы болатын шығар. Темірханов пен Тұрашевтың жұбының жеңімпазы 8-ден 1-ші финалда Дәулетхан Жақыповпен кездесетінін естеріңізге саламыз. Биылғы турнирдің жүлде қоры туралы да айта кетуге мүмкіндігі туып отыр. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының негізгі демеушілігімен биыл 49 миллион теңге сыйақы қоры қойылған. Оның 25 миллион теңгесін жеңімпаз алады. Және жеңімпаз Астана қаласынан пәтер алуға да мүмкіндігі бар. Яғни Қазақстан Барысы атанған балуан өзіне тәп-тәуір жағдай жасайтын мүмкіндігі бар. Қазір көк белбеулі балуанға бүк ұпайы берілді. Бұл Мереке Тұрашев. Құрметті көрермендер, жаңа сіздердің көз алдарыңызда Мерекенің бапкері Марат Қойшинде өткен болатын. Әзірше оның көзінен өзінің шәкіртінің өнеріне деген қандай да бір ықыласты байқау қиындау. Бәрі бір сызылға тұрып жатқан ол да түсінеді. Ал қазір міне Мереке Тұрашев басын тіреп алып, қарсыласының айла қолдануына, тәсіл қолдануына ешқандай мүмкіндік бере қоятын емес. Міне қолында дереу жұлып алды. Енді аяқтан шалып түсіруге Дархан Темірхан тырысып жатыр. Және қазір белден қапсыра ұстаған сәтте қол шығып кетті Мереке Тұрашевтың. Біз бір емес, осымен 3-ші дебютанттың белдесуін көріп отырмыз. Үшеуі де әзірше есте қалатын тамаша күрес көрсетіп жатқан жоқ. Дулат Алпысов пен Абылайхан Қасымхан әдегеннің жарыс жолынан шығып қалды. Енді оның жолын құшпауға Мереке Тұрашев Ақмола Барысы мейлінше тырысып бағатыны сөзсіз. Мереке қазір аяғын ұрауға тырысып жатыр. Оған мұндай мүмкіндікті бере қоя ма? Дархан! Жоқ, Дархан қарсы әдіс қолданды. Және бұл жартылай жеңіске жетпей қалды. Оған бүк ұпайы берілетін болды. Бұл жерде Мереке өзі түсіп қалды. Көрдіңіздер ғой, міне әдіс жасауға тырысып тұрған сәтте қолын шығармаған күйі оны итеріп жықты Ақтөбенің арланы. Дегенмен бұл жерде ойын жинап үлгерген Мереке Тұрашев қарсыласының бүк ұпай алуына ғана мүмкіндік берді. Сөйтіп екі балуанда да қазір таблодан көріп отырғандарыңыздай екі бүк ұпай бар. Бір-бірден бүк ұпай айналысы екеніне де жамбасқа ұласады. Сондықтан да қазір балуан екендігін көріп отырмыз. Эмоцияға бой алдырып жатқан жоқ. 3 минут белдесті, есеп әзірге тең. Қазір белсенді күреспесе екені де ескерту жасауы мүмкін. Бұғанаға қол тіреп алып күресу әдісі жалпы осы қазақ күресінің балуандарының көпшілігінде бар. Және ол көп жағдайда 2-ші, 3-ші айналымда балуандар сәл шашаңқырап қалғанда бой көрсететін еді. Қазір Дархан Темірханов та, Мереке Тұрашев та сондай айлаға жол беріп қойып жатыр. Қазір көк қызыл белбеулі Дархан Темірханов
сәл белсене бастаған сияқты, иә. Бірақ әзірше сондай бір ерекше жарқын өнер паш етіліп жатқан жоқ біздерге. Жанкүйерлер де аңыстанып қалған сияқты. Ал бұл сәтте ай, тамаша, тамаша. Таза түсірді қазір Дархан Темірханов. Бұл жерде ауырсынып қалғаннан көрі Мереке Тұрашев өзінің сәтсіздігіне ренжіп жатқан сияқты. Дархан Темірханов болса, міне қараңыздар. Өзі түсіп бара жатқан сияқты болып айналдырып лақтырды. Өте тамаша, өте тамаша. Тамаша. Я, Ақтөбе Арланы осылайша Ақмола Барысынан айласын асырып тұр. Я, көріңіздер ғой, бұл жерде сол аяғын жерден көтеріп алғаннан кейін айналдырып лақтыру аса бір қиындық тудырған жоқ. Дегенмен, құрметті көрермендер, менің айтқаным қате болып шықты. Мереке Тұрашевқа да дәрігерлердің көмегі. Оң қолын қатты ауырсынып бара жатыр Мереке Тұрашев, бірақ бәрі дұрыс шешіледі деп ойлаймыз. 4-ші жұпқа да осылайша дәрігер көмегі қажет болды. Ал Ақтөбе Арланы Дархан Темірханов осылайша келесі айналымға шығып отыр. Ол келесі айналымда Дәулетхан Жақыповпен жолығатын болды. Батыс Қазақстан облысының палуаны Ерлан Сержан шақырылады. Енді ортаға, құрметті көрермендер, тағы да бір жарыстың жаңа қатысушысы